Дидактикалық ойын. Не жақсы, не жаман. Экология бағыты бойынша 4-5 жастағы балаларға арналған ойын түрі. Мақсаты: белсенді үйлесімді сөйлеуді, көрнекі қабылдауды, зейінді, байқағыштықты, көрнекі бейнелі және логикалық ойлауды, өзін-өзі тексеру дағдыларын, ынтымақтастықты және өзара көмек көрсетуді дамыту. Балаларға адамның қандай іс-әрекеті табиғатқа зиянын тигізетіні, қайсысы оның қалпына келуіне ықпал ететіні туралы түсініктерін қалыптастыру. Балаларды табиғатты аялауға тәрбиелеу. Ойынның құрал жабдығы: балалардың табиғаттағы дұрыс және бұрыс әрекеттерін бейнелейтін үлестірмелі материалдар. Ойын шарты: ойын алдында суретке мұқият назар аударту. Алдарында тұрған суретке қарап, табиғаттағы дұрыс әрекетті жасыл фишкамен, жаман әрекетті қызыл фишкамен жабыстырады. Суретті талқылайды.